Қайырлы күн, бүгін сіздермен өте дәмді капкейк дайындайтын боламыз. Бұл капкейктен бізде 24 штук капкейк шығады. Ең алдымен 4 жұмыртқамызға 300 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. 400 мг сүтімізді, 300 мг сұйық майымызды қосып, араластырып алыңыздар. Бар жоғы 550 грамм болатын ұнды 3 бөлікке бөліп саламыз. Бірінші 200 грамм салып, жақсылап араластырып алдым. Осыдан кейін тағы да 200 грамм салдым. Жақсылап араласқаннан кейін қалған 150 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 2 ас қасық қопсытқыш салып, араластырып формаларымызға саламыз. Формаға салған кезде ортасынан қып салыңыздар, жартылай. Өйткені қатты көтеріледі. 24 штук шығады, өте дәмді. 170 градуста жарты сағатта піседі. Алдын ала дайындап алған кремімді бетіне жағып шықтым. Ас болсын. Өте әдемі 24 штук капкейк.